Петропавлдағы Ана үйі қоғамдық қорының орталығында шеберлік сағат өтті. Онда тағдырдың тәлкегіне тап болған нәзік жандылар түрлі қол өнер бұйымдарын жасауды үйренді. Жерлестерімізге істің қыр-сырын тәжірибелі маман түсіндірді. Жалпы бүгінде орталықта 6 азаматша балалармен бірге тұрып жатыр. Тақырыпты арна тілшісі Жанна Бейсенова тарқатсын. Айгерім Мырзаханова 1 жастағы сәбиді өзі жалғыз тәрбиелеп отыр. Жас ана Петропавлға оңтүстік аймақтан жұбайымен бірге қаңтар айында келіпті. Алайда бірқатар қиындықтарға тап болып, екеуі ажырасып тынған. Қайда барарын білмеген нәзік жанды мәселені шешудің жолдарын іздей бастайды. Ақыры ана үйі барын естіп, баласымен бірге осында келген. Осы жерге келдім, дом маман естім интернет арқылы, инстаграм арқылы. Бұл жерде өте керемет, негіз жағдай бұрынғыға қарағанда. Өзім негіз мамандығы медсестра болып оқып бітірдім, жұмыс істедім. Қазір осы жердем. Жас аналардың сөзінше, мұнда түрлі шеберлік сағаттары жиі өткізіліп тұрады. Қазір нәзік жандылар басқа тағатын мынадай бұйым тігуді үйреніп жатыр. Арнайы тәжірибелі қолөнерші шақыртылыпты. Айтуынша, осы еңбектеніп жасаған дүниені артынан қарай саудаға жаратып, азын-аулақ табыс табуға болады. Вообще у меня маленькая группа. Аналар үйіндегі келіншектермен жиі кездесіп тұрамыз. Қазір 5 нәзік жандыға түрлі қолөнер бұйымдарын жасаудың қыр-сырын үйретіп жүрмін. Кейін дайын дүниелерді шаһар дүкендеріне немесе әлеуметтік желілер арқылы сатамыз. Шеберлік сағатын ұйымдастыруды жастар салауатты өмір салты үшін қоғамдық бірлестігі қолға алған екен. Ұйым өкілдерінің сөзінше, олар Ана үйі қоғамдық қорымен 2 жылдан бері әріптестік қарым-қатынас орнатқан. Бүгінге дейін бірлесіп, жас келіншектер үшін біраз пайдалы іс-шара өткізіпті. Данный проект реализуется уже 2 года при поддержке Управления внутренней политики. Шаралар ішкі саясат басқармасының қолдауымен ұйымдастырылуда. Бұған дейін жас аналарға білезік жасауды үйреткен болатынбыз. Одан бөлек нәзік жандылар кез келген уақытта психолог пен заңгердің көмегіне жүгіне алады. Жалпы 6 жыл ішінде Петропавлдағы Ана үйінде 100-ден астам келіншекке көмек көрсетілген. Қазір мейірімге толы баспананы 6 нәзік жанды паналауда. Жанна Бейсенова, Қазыбек Арықбаев, муниципалдық телеарна.